Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең дәмді, өте оңай дайындалатын бану-пипай пирогын дайындайтын боламыз. Құрамы қолжетімді және де өте тез дайын болады. Осылай видеода көрсетілгенде жұмсақ, дәмі деген керемет. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге құм шекер қажет. Содан соң бір ғана жұмыртқа. Енді жақсылап араластырып, құм шекерімізді ертіп алатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырдым, содан көрсеңіздер болады. Ең алдымен осылай тестамызды дайындап алатын боламыз. Енді бізге бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет. Газда ертуге болмайды. Осылай алдын ала холодильниктен шығарып, ертіп аласыздар. Бізде сұйық масса шығуы қажет. Енді үстінен електен ұнды өткізіп қосатын боламыз. Ұнды мөлшерден көп қоспаңыздар. Бізде өзі қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Қолға жабысып жатса, кішкене ғана ұн қоссаңыздар болады. Енді үстінен разрыхителімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Осылай бірікпей жатса, қолмен мұжып біріктіріп аламыз. Кішкене ғана тағы да ұн қостым. Бізде осылай тесто дайын болды. Енді холодильникке салып, 5 минутқа қойып қоямыз. Пакетке салып немесе бірден жасауға да болады. Енді осылай формамызға салып, біркелкі жайып шығатын боламыз. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмауы керек. Осылай кішкене шеттерін шығарып аламыз қалыңдау қылып. Дайын болған екен, енді вилкамен осылай шеттерін көтеріп алатын боламыз. Жақсылап осылай формаға бекітесіздер. Және де ортасы көтеріліп кетпеу үшін осылай вилкамен жақсылап тесіп алатын боламыз. Енді қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Менде сары май және де творожный сыр. Өздеріңізге ұнаған кез келген кремді қолдана берсеңіздер болады. Осылай жақсылап миксерлеп аласыздар. Осылай шеті қызарған кейін пештен алатын боламыз. Кремді осылай пакетикке салған кейін жақсылап жылжытып, осылай ауасын шығарып алатын боламыз. Сонда креміміз әдемі жағылатын болады. Енді тестамызға осылай вареный сгущенкамызды жағып шығатын боламыз. Енді бізге банан қажет. Бананымызды жұқалап, осылай турап алатын боламыз. Енді банандарымызды қойып шығатын боламыз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Осылай формаға салып, әдемі етіп оформление жасасаңыздар болады. Мен сіздерге 2-3 түрін көрсетейін, немесе осылай айналдырып шықсаңыздар да болады. Үйге жасайтын болсаңыздар, осылай бір тегіс қылып, егерде сіздерде форма және насадка болмаса, осылай жағып дайындасаңыздар да болады. Енді дайын болған екен, үстіне какао себетін боламыз. Біздің пирогымыз дайын, өте керемет дәмді болып шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, парақшаға қолдау білдіріп кетіңіз. Енді пирог әлі қатқан жоқ, мен сіздерге көрсетейін. Видеода көрсетілгендей өте нежный, жұмсақ болып шықты. Дәмі де өте керемет. Сіздер де жасап, бағалап кетіңіздер, комментарийға жазып. Осылай пирогымыз дайын болды.
Сіздерге бұл пирог ұнай ма, дәмін көргенсіз бе? Комментарийға жаза кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.